Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, 25 қазан Республика күні құтты болсын. Айтулы мерекеге орай барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс, оқуларыңызға үлкен жетістіктер тілейміз. Сан түрлі ғасырды басынан өткізген қазақ халқы бүгінде ел тәуелсіздігін алып, ашық аспан, бейбіт күннің астында өмір сүрудеміз. Бақытымыз баянды, тыныш заман болсын. Мереке құтты болсын. Әйнегі күн, шатыры аспан, кең дала төсі толқыған егін, көлдері көкке күмісін шашқан Қазақстан республикам менің. Кемуді білмес, кеңітті өмір, құрсағы құтты сахара деймін. Перзенті болат қорғасын көмір, Қазақстан республикам менің. Өрісте малын әндетіп баққан, ертісті отқып толқынын жаққан, доп болып аққан, жұлдызды қаққан, Қазақстан республикам менің. Таста жаудың алқымын сыққан, ажалға қимай намысты елің. Төлеген мәншүк, батырлар шыққан Қазақстан республикам менің. Орманы пүліш, бұлағы күміс, бұлбұлы жыршы, ұл қызы керім, таулары заңғар, өзені ырыс, Қазақстан республикам менің. Абай туған, Сәкен туған, құрметте достым қазақтың жерін, қамбаға жылда миллиард құйған Қазақстан республикам менің. Уа жаратқан ием, халқымды даласымен сақта, азаматты санасымен сақта, елімді данасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, елімді қайық қасіреттен сақта, жерімді соғыс бүліншіліктен сақта. Уа жаратқан ием, еліме құт береке бер, жеріме тыныштық бер. Осы деген батам қабыл болсын. Амин. Аллаху акбар.